Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде 55-ші сабақ. Сөйлемдегі сөздердің байланысы. Сөйлемдегі сөздердің байланысын табуды үйренеміз. 18-ші жаттығу әңгімені мәнерлеп оқы. Бейбіт бақша ішінің балшығын бей-берекет шашып, қопарып ойнап жүреді. Өтіп бара жатқан бір қария: "Әй балам, жерді мұнша неге қорлайсың? Қайта қадірлеп күтпеймісің? Ол сені асыраушы анаң ғой", деді. Балшықты анаң дегеніне аң-таң болған Бейбіт: "Менің анам үйде, аты Зейнеп", деді. Бейбіт үйге келді. Анасы баласының үсті-басын көріп ренжіді. Тамағын ішіп, көңілі жайланған соң Бейбіттің есіне қарияның айтқаны түсті. "Апа", деді ол, "бүгін бір ата маған жерді босқа қопарма, ол да сенің анаң", деді. "Ол не дегені?" "Сен не дедің?" деп сұрады Зейнеп. "Менің анам үйде", дедім. "Балам-ай, неге осынша кір балшық болып келгеніңді енді білдім. Ол кісі саған дұрыс айтқан. Жер бәріміздің анамыз, онсыз тіршілік жоқ". Авторы Қайыржан Сәрсекеев. Мәтіннің мазмұнын айт, мәтінге ат қой дейді. Мәтіннің мазмұны жерді бей-берекет шашып, қопарып ойнап жүрген Бейбіт деген бала жайлы, иә? Оған бір қария: "Жерді неге сонша қорлайсың, оны қадірлеп күтпейсің бе? Ол біздің асыраушымыз", деп ескерту жасайды. Бұл сұрағына, ескертуіне аң-таң болған Бейбіт үйіне келіп анасынан сұрайды екен, иә? "Неліктен жер біздің анамыз деп ойлайсың?" дейді. Біз мәтінге "жер біздің анамыз" деп ат қойсақ болады. Жер біздің анамыз, өйткені бәріміз жер бетінде тіршілік етеміз. Қорегіміз жерден өніп шығады. Жер өміріміздің қайнар көзі екен. Енді қарамен жазылған сөйлемдегі сөздердің байланысын айтып көрейік. Бейбіт үйге келді. Кім келді? Бейбіт келді. Бейбіт қайда келді? Үйге келді. Осылай сызбамен сұрақ қою арқылы көрсетсек болады. Ана баласының үсті-басын көріп ренжіді. Анасы не істеді? Ренжіді. Кім ренжіді? Анасы ренжіді. Сөйлемдегі сөздер бір-бірімен байланыста болады. Олардың байланысын сұрақ қойып білеміз. Мысалы, жаңбыр жауды. Жаңбыр қайтты? Жауды. Не жауды? Жаңбыр жауды. Осылай сөздерге сұрақ қою арқылы сөздердің бір-бірімен байланысын біле алады екенбіз. Келесі 19-ші жаттығу: мақалды көшіріп жаз. Диқан жерін мақтайды, балықшы көлін мақтайды. Төмендегі үлгіні пайдаланып, сөйлемдегі сөздердің байланысын тап дейді. Міне үлгіде былай көрсетілген. Диқан не істейді? Диқан мақтайды. Несін мақтайды? Жерін мақтайды, иә? Енді балықшы көлін мақтайды. Балықшы не істейді? Мақтайды. Несін мақтайды? Көлін мақтайды. Кім мақтайды? Балықшы мақтайды. Мінеки осылай сұрақ қою арқылы сөздердің байланысын анықтай алады екенбіз. 20-ші жаттығу: көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып, өлең құрастыр дейді. Мінеки тырс-тырс жаңбыр көп жауады, тамшылар тамады. Тырс-тырс терезені қағады, су болып ағады. Тырс-тырс тазартып ауаны, жаңбыр көп жауады. Авторы Ермек Өтетілеуұлы екен. Енді осы қарамен жазылған сөйлемдегі сөздердің байланысын тап дейді. Мұнда біз керекті сөздерді көп нүктенің орнына қойып шықтық, иә? Сонда осындай өлең жолдары шықты. Енді осы жердегі қарамен жазылған сөйлем: жаңбыр көп жауады. Осы сөйлемдегі сөздердің байланысын тауып көрейік. Жаңбыр не істейді? Жауады. Қалай жауады? Көп жауады. Не жауады? Жаңбыр жауады деп осылай сұрақ қою арқылы сөйлемдегі сөздердің бір-бірімен байланысын анықтап біле алады екенбіз, иә? Жаңбыр не істейді деп сұрақ қойдық, жауады деп жауап береміз. Қалай жауады? Көп жауады. Не жауады? Жаңбыр жауады деп. Келесі 21-ші жаттығу: жаңылтпашты жатқа жаз дейді. Ауаға су айналама, ауа суға айналама. Осы жаңылтпашты алдымен жаттап аламыз, сол жаттағанымыз бойынша жазып шығады екенбіз, иә? Сабағымыз осымен аяқталды. Жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басып қояйық. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.